Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге қызық сұраққа жауап іздейміз. Егер күнде қаймақ жесек не болады? Қаймақ дегеніміз дәмді, майлы, дәстүрлі тағам, бірақ күн сайын жеу ағзаға қалай әсер етеді? Пайдасы бар ма? Зияны ше? Қазір барлығын қарапайым тілмен жеткіземін. Қаймақ бұл сүттің бетіне жиналатын ең майлы бөлігі. Әсіресе сиыр сүтінен жасалған қаймақ қазақстандықтардың дастарханында жиі кездесетін өнім. Қаймақ өте майлы болады, 20% бен 40% аралығында. Құрамында ақуызы бар. Бұлшық ет үшін пайдалы. А, Д, Е дәрумендері бар. Көру, иммунитет, тері үшін маңызды. Кальций мен фосфор көп, сүйек пен тіс үшін керек. Энергия көп береді. 100 грамм қаймақта шамамен 200-300 калория бар. Күнде қаймақ жеудің пайдасы. Егер қаймақты шектен тыс көп жемей, орташа мөлшерде күнде жейтін болсақ, мынандай пайдасы бар. Иммунитетті күшейтеді. А дәрумен мен табиғи майлар ағзаны қорғайды, әсіресе суық кезде жақсы. Сүйек пен тіс мықты болады. Кальций мен фосфор сүйектің тығыздығын арттырады. Балалар мен қарттар үшін пайдалы. Көру қабілетін жақсартады. А дәрумені көздің саулығына жауап береді. Теріні жұмсартады, шашты нәрлендіреді. Қаймақ құрамындағы табиғи майлар теріге де пайдалы. Кейбіреулер бетке маска ретінде де қолданады. Ақуыз көзі бұлшық етке пайдалы, спортпен айналысатындар үшін жақсы. Бірақ зияны да жоқ емес. Енді кері жағында қарастырайық. Егер қаймақты шамадан тыс көп жесек, мынадай зияны болуы мүмкін. Салмақ қосуға себеп болады. Калориясы көп. Күнде бір табақ қаймақ жей берсең, тез толып кетесің. Әсіресе қимылы аз болса. Холестерин көтерілуі мүмкін. Майлы өнім болғандықтан жүрек қан тамыр жүйесіне ауырлық түсуі мүмкін. Асқазанға ауырлық береді. Майлы тағамды көп жеу бауыр мен өтке қиын. Ас қорыту жүйесі әлсіз адамдарға абай болу керек. Лактозаға төзбеушілік бар адамдарға болмайды. Кей адамдар сүт өнімін қорыта алмайды. Солар үшін қаймақ іш кебуге, іш өтуден бастап басқа да белгілерге әкелуі мүмкін. Сонда не істеу керек? Дұрыс деген мөлшермен жеу. Ересек адамға күніне 1-2 қасық қаймақ жеу жеткілікті. Қаймақты көкөніс, ботқа, ет тағамдарымен бірге жесе жақсы қорытылады. Майлылығы 15-20% қаймақ күнделікті қолдануға лайық. Ал өте майлы 40% қаймақты кейде ғана мейрамда немесе ерекше күндерде жеген дұрыс. Сонымен күнде қаймақ жеуге болады ма? Болады, бірақ мөлшерін білу керек. Көп жесең зиян, аз жесең пайда. Табиғи сапалы қаймақ денсаулықтың досы, ал артық кетсе сұлулықтың жауы болар. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Қандай тағам туралы білгіңіз келеді? Пікірге жаза кетіңіз.